Кайырлы күн, бұл Өскемен ару 2025. Бізде қазір қосымша тур, ол подкаст туры. Қазір сіздер біздің турға қатысқан қыздарымыз туралы кішкене көбірек білетін боласыздар. Ал енді Назерке, өзің туралы кішкене айтсаң, отбасың туралы кішкене бүйтіп танысайық. Қайырлы күн, құрметті қазақ елі, мені көріп жатқан жанашырлар. Менің есімім Назерке. Мен Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданы Марқакөл ауылында 1995 жылы дүниеге келгенмін. Құдай қалап сол жерде өз оқу орнымды бітірдім. Отбасында ең тұңғышымын. Негізі 3 ағайындымыз. Ең үлкені мен, одан кейін әдемі айдай сұлу сіңілім, одан кейін жалғыз дегенде тұяғымыз, бауырым бар. 3 ағайындымыз. Сен қазір өзің тұрмыстасың, е? Жоқ, тұрмыста емеспін. Бірақ Марқакөлге өзің жұмыс істейсің сол жақта. Иә, негізі жалпы әкешем жеке тұрады. Бірақ қыз бала айтады ғой, әкеге жуық, әке ата-анасын жерге тастамайды деген сияқты. Анама бауырым қарап отырса, мен әкеме қарап деген сияқты. Сондықтан Марқакөл ауданына көшіп бардым 2022 жылы. Осы қазір уже 2025 4 жылдай уақыпты. Сен сонда Марқакөлде кім болып істейсің? Қайда істейсің? Марқакөлде білім басқармасы Марқакөл балалар саз мектебінде директордың оқусы жөніндегі орынбасары және театр үйірмесінің жетекшісі болып жұмыс атқарамын. Қандай қызықты жұмыс сенде. Сен бағана айта кеткендей бір конкурстар болып жатыр, е, сендерде? Қандай? Жалпы негізі енді біз ұстаз болғандықтан әр баланы ашуға тырысамыз. Өзім кішкентай кезімнен негізі жалпылама айтатын болсам, бала кезден актриса болуды армандайтынмын. Бірақ енді отбасым қарапайым болды. Бірде жағдай бар, бірде жағдай жоқ. Әкешеміздің қалтасына қараймыз. Үйдің тұңғышы болғаннан кейін бауырың сіңіліңді бір жерге жібергің келеді. Біз үйдің шаруашылығынан шықпай қаламыз деген сияқты көп армандарым орындалмады. Бірақ соған қарай Марқакөл ауданына келіп, оқушыларымды көріп, оқушыларымның өнерін басқа қалаларға шығарып көрсетіп, бізде осындай аудан бар, осындай ауылымызда осындай өнерпаз оқушыларымыз бар. Может, бір баланың қалай айтсам, сахнаға деген көзқарасын өзгерту, өмірге деген көзқарасын өзгерту, арманын орындау, балаларды жақсы деңгейге, жоғары деңгейге шығарым келеді. Сондықтан да көптеген жарыстарға бардым. Осы уақытқа дейін ең бірінші бастамам 2022 жылы келген кезде үлкен топ жинадым. Сол тобымды республикалық үлкен Алматы қаласында өткен театр ғажайып әлемі деген конкурсқа қатыстырып, 30 команданың ішінде 2-ші орын алғанбыз. Қандай күшті. Шығыстың ақыны өзіміздің Оралхан Бөкейдің шығармасы Қасқыр ұлыған түн деген қойылым қойғанбыз. Қазіргі таңда осы негізі жалпы қойылымдарды жақсы көрем. Тәлім-тәрбиелік маңызы бар. Қазіргі таңда мен жастардың арасында көп байқасаңыздар, балалардың арасында мына ұялы телефонға тәуелділік пайда болды. Соның барлығын ескеріп, осы жолы Жалқаудың жыры деген атты үлкен 45 минуттық қойылым дайындап, оқушыларымды кіші топтан бастап, ең кішісі 6 жаста. Биыл өзіме үлкен бір ауыр сынақ болып тұр. 6 жас, ең үлкені 12-13 жаста. 13 баладан құралған топ жинап, 26 наурызда Алматы қаласына республикалық конкурсқа жолдама алдық. Осы Өскемен ару конкурсымен қарбалас болып тұр дейсің ғой. Иә, жалпы шынымен де екі оттың арасында жүрмін негізі. Бұл жақтан енді мен білген жоқпын қалай болатын, бірақ сонда да өзімді бір жағынан көрсетейін, бір жағынан ата-анама, оқушыларыма өздеріңе сеніңдер, ешқашанда еш нәрсе кеш емес, қолдарынан келеді. Өзім мұғалім болғандықтан көрсеткім келеді да. Ұстаздың қандай болу керек. Өз өміріңмен көрсетіп отырсың, айтқан нәрсеңді енді өзің. Көбінде қазір оқушылар шығарамыз ғой сахнаға. Өзімді де көп қалдым сахнаға шықпағалы қай заман. Өзімді де сынап көрейін деп. Дұрыс болды оның. Енді ол сен өз ауданыңа қандай үлкен үлес қосып жатсың. Менің ойымша ол екі жақта да енді
жайдан жай келген жок қой. Мына жақта өзіңнің конкурсың, екінші жақта міне балалар деп өз мақсат қойдың, сондай. Дұрыс айтасыз. Менің ойымша ол жайдан жай болып жатқан жоқ. Еще қыздар сені қолдап, не, сондай әңгіме болды ғой жаңа, енді айтып берсең. Бүгін кішкене біраз қобалжып қалай болады екен, ұйымдастырушыларға айтқан жоқ болатынмын. Енді өзім ораза ұстау жұмыс, қазір өтірік айту деген ұяттау болады. Сондықтан да қалай күнде ойланып жүрмін, не айтам деп. Бірақ та бүгін күш-жігерімді жинап, қыздардың барлығы өте әдемі, өте қуаныштымын. Негізі өзімді бір жұлдыздар әлемінде жүрген сияқты жүрмін. Шыны керек, өмірде жасамаған, мысалы бала кездегі арманым болды. Мысалы бүгінгі сұхбаттың өзі менің бала кезімде теледидардың алдында отырып өзімді елестететім. Ар жақта біреумен сұхбаттасып отырмын, мен де сұхбат беріп отырмын деген сияқты. Сол армандар орындалады екен, сену керек. Өзімде оқушыларыма айтам. Сол сияқты бүгінде қыздарға көптен көп алғыс білдіргім келеді. Алла разы болсын қыздар. Осылай менің деген құлшынысымды жерге тастамай, өтінішімді жерге тастамай, мені бір ауыздан қолдап, бүгін енді бұйырса жолдама алып жатсам, көптен көп рахмет. Түсініп, сен ниетіңе қарай. Біз басынан айтқан болатынбыз, осы ашық ниетті қыз деп бірден көзге түстің. Енді келесі сұрағым, конкурсқа қатысқан мақсатын және де қалай өтіп жатыр? Конкурс сенің өміріңде өзгеріс әкелді ма? Осы туралы біраз айта кетсең. Енді жалпы мен конкурсқа қалай келгенімді айтып берейін. Негізі қазіргі таңда кішігірім өзімде қиын жағдайлар болып жатыр өмірімді, бастан кешіп жатырмын. Енді өзім жалғыз бастана болғандықтан болады енді. Тұрмыс тіршілік, жұмыс жағынан да болады. Бірақ ешқашанда, қалай айтсам, өзім жалғыз деп сезініп көрген жоқпын. Өйткені ең бірінші өмірге деген көзқарасым, қалай айтсам, мотивация, талпынысым, шабытым ол менің қызым. Кішкентай аяулы қызым бар, есім Аяна, жасы 10 жаста. Онда ма? Иә. Сол қызым Инстаграмнан көріп қалдым сіздің статусыңызда. Соны көрдім да ойландым. Бірақ кішкене қысылдым. Өйткені енді бұрын арық кезім, қазір міне денсаулығыма байланысты кішкене салмақ қостым. Негізі барлық мені танитын адамдар білет, арық қыз болғам. Бірақ кішкене комплекс пайда болды өзімде. Денсаулығыма байланысты, соң қызыммен ақылдастым. Соң қызым бірақ та бірде мама қатыс деп, бірақ ең басты мақсатым негізі енді өтірік айтатын емес, осы биыл Құдай қалап, Құдайдан қатты тілеген болатын, баспаналы болсам екен деп. Биыл мен үшін сондай бір жыл болды, жақсы бастама болды. 2025 басталды, маған үкіметтен үй берді, 4 бөлмелі жер үй берді, жаңа салынған. Аудан әкіміне өте көп алғыс білдіргім келеді. Жалғыз басты ана, жас маман осылай бізді деңгейімізді көтеріп жатыр деп осындай үй берді, сыйлады. Өте қуандым қатты. Енді сол үйім үшін ақырындап шамам жеткенше жөндеп келе жатырмын. Бірақ та арманым бала кезден солай болатын. Үйімнің ішін өзімнің деңгейім бойынша әдемілеп, қызым бөлмесі бөлек болса, мысалы мен өзім қонақ жаймын. Үйімнен қонақ арылмайды. Достарым, туыстарым келген кезде кеңінен демалып, дастарханымды жайып, өзімнің соң қазір кішкене үйіме жағдайым жетпей жатыр. Шын енді қыз баланың арманы ғой әрбір. Үйді керек жарақпен қамтамасыз етсем, өзімнің ас үйім болса әдемі, әсіресе қызымның өзінің бір бөлмесі болса жеке деген сияқты. Өзінің қызым да өнерге бейім, қол өнермен жақсы айналысады. Өзінің жабыстырады, қолдан неше түрлі заттар жасайды. Анасына тартқан. Сол жағы деп ойлаймын. Апасы да өте пысық. Менің мамам істемеген жұмысы жоқ. Қолынан былай қарсан, анама үлкен рахмет айтам. 8 қырлы бір сырлы. Сиыр да сауамыз, ер адамда жұмыстар жасамыз. Тоқыма да тоқимын, мысалы үйде көбінде тырсам. Андай мысалы диван тек жасау, мысалы одан кейін қазір заманауи стильде жасап жатады ғой, әрлеп неше түрлі, соның барлығын қолдан тоқып істегім келеді деген сияқты. Енді жоқтан бар жасауға тырысып жүрміз ауылда. Сон шыны керек қиын жағдайлар болып жатыр. Соның барлығын бір жағынан ұтып алып жатсам жақсы деген сияқты. Екінші жағынан енді ауылда күйбең тірлік көп.
мысалы оқушы дейміз, жұмыс дейміз. Мен мысалы қазір завуч болғалы азынан кешкенімізде жұмыс. Бірақ соның маған ең ұнайтыны сабақ бергенімнің. Мен балалармен жұмыс істеген кезде шынымен де демаламын. Өзімнің мысалы жұмыс істеп жүрген сияқты емессің. Қойылымымды мысалы өмірде мысалы елестететін, соны мен сахнаға әкелем, балаларға үйретемін деген сияқты. Ішімдегі бір мұң жатса да, қандай да бір тебіреніш жатса да, көрсеткім келсе де, мысалы қазіргі жастарға көп андай мотивация бергім келеді да. Өмірде қаншама қиындықтар болса да мойымаңыздар, алға қарай ұмтылыңыздар. Мысалы айтады ғой, біз жоқ отбасынан шығып жатсаң да ештеңеге қарамау керек, адам өзіне сену керек, талпыну керек, жоқтан бар жасауға тырысу керек қой. Сол сияқты соның барлығын жиналып, не болса ол ия Алла тағалам, болса болады, болмаса болмайды деп қызым екеуміз прям отырдық та жаздым. Қатысып көрсем бола ма? Тыңдап отырып өзім сондай күшті сезімде отырмын да. Сіз айтқан нәрсенің бәрі бүйтіп жүрекке тиіп отыр. Рахмет сізге осындай сіз барына, осындай біздің сайысымызға келгеніңізге. Шын мәнінде сіз бір бөлек қып біздің осы конкурсты басқа жағынан көрсетесіз де. Таза ниетіңізбен өзіңіздің бірден айтқан болатын. Маған өте қатты ұнады деп. Енді басында даусым болды. Сол кезде сізге дауыс берген болатын деп айтып қояйын. Сол менді қолдау сізде бар ма? Жәнеден алғыс айтып жатсыздар, енді толығымен осы камераға қарап алғыс айтатын адамдарыңызға айтып алыңыз. Негізі ең біріншіден енді жақсы ма жаман ба білмеймін, шынайы жоба. Біріншіден мен өзіме қатты сендім, Аллаға сендім, одан сіздерге сеніп келдім, шыны керек. Өйткені сіздердің бағдарламаларыңызды көріп, сіздің ылғи постыңызды көріп отырам. Шыны керек білген жоқпын қатты, бірақ сіздің постыңызды көріп, білмеймін, менде деген бір шабыт пайда болды. Неге өзіммен айналыспасқа, неге өзімді көрсетпеске, жалғыз қалай айтсам, ауылдың тіршілігімен емес, негізі әрбір қазақ баласы, қазақ қызы 8 қырлы бір сырлы. Қыз баланың 40 жаны бар деп бекер айтпайды ғой. Сол сияқты соны дәлелдейін, қызыма үлгі өнеге көрсетейін. Өйткені маған қарап, анасына қарап қызы бой түзейді дейді ғой. Соның осы бағдарламаға келгеніме өкінбеймін. Себебі осында келгелі біріншіден сахнадағы өзімнің қобалжу жеңіп сахнаға шыққан кезде шабыт алатынымды байқадым. Екіншіден көптеген қыздармен таныстым. Қыздарға қарап бой түзейміз ғой, ой түзейміз. Бір қызға қарап, былай жасауға болады екен, киім үлгісі, өзін ұстау мәнері, сөйлеу мәнері. Мысалы сізге қарап мен сөйлеу мәнеріңізге өте қызығам. Өзім де осы салада жүрсем де айтады ғой, үйрене беру керек, білмеймін деген болмау керек деген сияқты, іздену керек. Сондықтан да ауыл мен қаланың тірлігі бөлек. Басында ешкім сенбеді маған, шыны керек. Қолдау ешқай жақтан болмады басында. Өйткені ешкімге айтпадым. Басында біраз қорықтым, өйткені қазір үміт артып, адамдар болысып үмітін ақтай алмай қалсам қалай болады деген сияқты бір қорқыныш болды. Екінші жағынан бағым сынап көрейін, өтсем ары қарай болады деп. Содан кішкене комментарийлерді оқыдым, біраз комментарийлер болды. Қазір таңда қарасам қаншама жазып жатыр. Кейбір комментарийлер жақсы, прям қуанып жатырмын. Екінші жағынан кейбір комментарийлер болады екен, неге мысалы басқа қызды алмады, неге былай нетпе. Бірақ соның өзі шыны керек маған мотивация болды. Жоқ, көрсетем, шамам келгенше өнер болсын, қалай болсын. Мысалы мен өз апатам қолында тәрбиеленген қызбын. Сондықтан да жарықтық жатқан жерлер жайлы болсын, мені көріп кішкене қуансын. Қандай тәрбие берген, одан кейін әке-шешеме үлкен алғысын білдіргім келеді. Жалғыз қалсам да қызыммен өте көп қолдау көрсетті. Қазір мен де жылаймын. Әке-шешемді көріп, үлкен халықтың алдында рахмет айтқым келеді. Өйткені қазір жалғыз басты болып қалу біздіңгі таңда өте ауыр. Қыз балаға сөз қыз балаға келеді. Бірақ соған қарамастан әке-шешем барлық ауыртпалықты көтеріп,
қызымды дүниеге әкелуіме бір себепші болды. Қорықпа қызым. Қазір тәуба шүкір осы қызым дүниеге әкелгеніме. Әке-шешеме мыңда бір алғыс, қанша жерден алғыс айтсам да ата-ананың алдында парызымызды өтей алмаймыз. Екіншіден, өзімнің оқыған оқу өнеріме рахмет айтқым келеді. Өнер училище, Ағайынды Абдуллиндер атындағы өнер училищесінің режиссура факультетінде оқыдым. Сол жердегі группаластарыма, барлық мені көріп жатқан кураторларыма, өйткені мен аяғым ауыр кезде болды, оқу жаттым. Қолдарынан келгенше көмек көрсетті, барынша тәтті дәмдімді алса да, көңілімді ауласа да, даже сіздерге мен айтсам, қатты күйзелесің ғой. Бала көтерген кезде бір ауыртпашылық болды. Әке-шешемнің алдында ұят деген сияқты біраз қысылдым, бірақ сол қысылығым барлығын жеңгенім ата-анамның үміті, осы группаластарым, ұстаздарымның арқасы қолыңнан келеді. Алла сынақты төзетін адамға береді деп туған туысқандарым сенді. Қандай да бір не болса да группаластарым босанған кезде үлкен той қылып жасап, далада ойын ойнап, группаластарым, кураторларым барлығы сондай бір күшті қарсы алып алды. Менің ең бір бақытты кезеңдерімнің бірі, өйткені қызымды дүниеге әкелген кезде менен бақытты адам болған жоқ. Барлық қиындығымды ұмытып кеттім. Ойладым, қазір қалай шығады екен, енді әке-шешем ғана деген сияқты. Бүйтіп терезеге қарасам, до такой степени қатты қуандым, риза болдым. Ата-анам мақтанды. Біздің қызымызды сыйлайды екен, біздің қызымыз сыйлы. Енді қандай бір жағдай болмасын, біз қашанда әке-шешеміз бізге риза болсын, разы болсын, қай жерде жүрсек те ата-анамыздың абыройын төкпейік. Сол кісілердің қолдауымен ғана болсын бәрі. Абыройын төкпейік. Сол кісілер жетелейік ары қарай. Одан кейін өзім де қазана болдым. Өте қатты түсінемін шешемді. Сол барынша қызым көріп отырса, қызыма үлкен сәлем жолдаймын. Қызым, мен сені жақсы көрем. Сен менің өмірімнің мәнісің. Бұйырса бізде бәрі жақсы болады. Алда анаң аман болса, әлі барлық армандарын орындауға тырысам. Және де осы жарысты естігеннен кейін үлкен Марқакөл ауданының әкімі Рүстембек Набиолдаұлына, Қуат Қизатұлына, Нұрсұлтан Мақсутовичқа, Әсел Қанатқызына, өзімнің үлкен ұжымым Марқакөл балалар саз мектебіне үлкен алғыс білдіргім келеді. Қазір өте қатты қолдау көрсетіп жатыр. Ата-аналарыма рахмет, сеніп маған осы жарыс болып жатса да жағдайыма кіріп, Назерке Жанатқызы уайымдамаңыз деп, енді ең бірінші ата-ананың қолдауы ғой осындайда. Барлық оқушыларыма, маған жанкүйер болып жатқанына рахмет. Назерке апайларың сендермен бірге әлде талай өнерімізді көрсетеміз деген ойдамыз. Сіздерге рахмет. Енді мен осындай бірінші ғана Назерке ең бірінші подкастқа келіп бізді жылатып жіберді. Не дейміз енді, келесі тосамыз.